BMX айдамагалы көп болду ғой. Ой, мынау да токтомайтын кезде токтоп. Жүрсө тез. Жасыл жанып тур ғой. Түшүнбөйм, осуларды бар ғой. Эмне жерде немене ремонт болуп жатырмы? Чөтө адамдар жок кой. Тек гана жумушчуларды көрүп турмун. Давайте жерге парковать ете салайык машинамызды. Айтпакчы, бул менин машинам эмес, жумуш жактагы досумдун машинасы го. Меники бузулуп жүрмөй тур. Ал энди BMX түшүрүп айдайык. Казыр айдаганда абай болуу керек. Көп болду эткени BMX айдамагы. Ал кеттик. Ыңгайсыз экен. Сонда да кеттик. Менде опыт бар го, не деген мен баягыда көп айдадым го BMX. Ана биринчи түрүк кетти. Асықпай қыздарын алу керек еді. Okay, wake up in the morning to the clear blue sky. Turn up the music when I hop in the ride. The windows down, let the whole world see. Can't nobody rock it like little old me. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I got my chucks and my dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a flat Cadillac. My old lady leaning out the whole window. Everybody looking when we walking slow. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Whoa, whoa, everybody sing it now. Whoa, whoa, everybody sing it now. Whoa, everybody sing it now. Whoa. Okay, one more. Мына жерден секіреміз. Хоп. Вообще, изи. Не жерден секіреміз? Нормально. Енді волрайт стенамен жүреміз. Вообще, дерзко. Енді коронный трюк. Аспанға секіреміз. Стенамен жүреміз. Жүре қайттан түсеміз. Вообще, енді сальто. Кеттік. Babies rock a pose, come up in the front row. The homies in the back get the house slow. I'm the bomb and about to blow. Мен мына жақта трюкач етіп жүргенде кеш болып кетті. Енді BMX айдамағалы көп болды, сағынып та қалыппын. Күнне келіп тұру керек не жерде. Өйткені көп құлап кеттім, чөті ұмытып қалыппын трюктардың бәрін еше. Қазір жұмыс жаққа қарай барып өзімнің көлігімді алып қайту керек. Яғни жұмысқа шу жерге жөндеуге тастап кеткен болады. Моторында чөті бірнәрсе стуктар бар, со достарыма қарап берші деп өзімне жерге келіп BMX айдап. В общем, істеп қойды деп ойлаймын. Көлігімді кеш болды ғой, өйткені кешке дейін. Мені сағат 9-дарға бір жарысқа шақырған болатын, яғни Street Racer дейді ғой, көшедегі жарыс. Соған машинамды дайындап жатқан. Мен бреттегі алдында жарыстым ғой көлікпен. Сол кезде плотно бұзылды машина, енді моторы чөті дұрыстап істемейді. Енді түрін айтпай ақ қойын, түрі бытшыт болып жатыр, соғысып. Каждый жарыстан кейін машинам бытшыт болып кетеді. Адамдарға жақты мына жақта. Бірақ мен машинам тұр, жүре ма? Көрейік, достарым мүмкін дайында бәрін оталдырып істеп кеткен шығар. Бірақ ешкім көріп тұрған жоқ, қайғы кетіп қойған бәрі. Кешкі жағын жұмыс қызып жүретін уақыт емес. Капотын табу керек. Капот әші жарамай қалды. Алдындағы майысып енді оны жөндесе де жараттырамай қойдық. Енді осындай Мустанға бір нормальный капот сатып алу керек. Капотын өз қымбат тұрады бұл Мустанға. Немесе бір жаңа машина алу керек. Опа, дерзкий дос. Жөндеп қойыпты ғой. Кеттік онда. Street Racer болсақ, Street Racer көшедегі жарысқа қатысып көрейік мынандай машинамен. Мен бұрындары Street Racerге базар жоқ қатысып отырып жүретін. Оңай жарыс енді, ояқта профессионалдар болмайды. Ешкім жоқ қой, осы жерге жинал деп еді. Мүмкін мен ерте келіп алған сияқтымын, өйткені күн батқан жоқ қой. Ой, жетте келіп алыппын ғой. 9-да басталатын жарысқа. Күтейік ендеше күтейік жиналғанын бәрінің. Ал көрейік, бұл жерде мүлдем адам көп болады деп ойлаған жоқпын. 14 адам бар менімен қоса, немесе 15 ба, білмеймін енді. Машина деген өте көп. Ең соңғы тұрмын. Алдымда қазір Porsche кетіп бара жатыр. Porsche обгон жасады. Мына жақта енді бұзылайын деп тұрған машиналар бар, немесе спортивный машиналар бар. Өте машина деген көп, әр түрлі. Бұл жақта Street Racer'ді қойын, көшедегі бәрібір правила деген жоқ. Соғып кетсе базар етуге болмайды. Мен жаңағы поворотты керемет осып кеттім. Опана, осындай жолдарды кесіп бірнәрсе осып кетуге болады, бірақ жол кесе беруге де болмайды. Өйткені жолдан шығып немесе балшыққа тағылып қалуы мүмкін. Жаңбыр жауа бастады жайлап. Ал енді мен екінші орынға шықтым. Бірінші орынға бірнәрсе қылып шығу керек. Алдымнан Nissan GT-R кетіп бара жатыр. Осында повороттан өстіп осып кетеміз. Болды, бұл жерде бір-ақ круг таңдадық өзіміз. Өйткені жарыс тезірек біту керек. Алдымда финиш көріп тұрмын, бірінші келдім. Оңай жарыс қой мынау дейтін. Street Racer деген осы ма? Профессионалдармен жарысу керек қой маған де. Нар келе жатыр. Екінші GT-R өлі. What the fuck, мә. Қаяқтан шыққан психтар мыналар өлі. Бәрі соғысқан шығар. Анаяқтан тағы біреу келе жатыр, ол да соғысады.
Болду, соңғы адам финишер өтетті, мен бірінші келдім. Енді үйімізге тарайық, әйтпесек әзір менттер жиналып келеді ғой. Аны вертолет бәрін түсірді, ертең телевизорден бәрі жақтан көрсетеді. Короче, сондай ақшаны береді да бізге таратып. Бұл жерде ақша көп бермейді, өйткені арнайы жарыстардың бір емес қой, жай ғана ойыншылар ұйымдастырған осындай психопаттар. Бір-бірінің үстімен секіріп кетті ғой мыналарың. Ой, бұл мынаяқта Феррарилер кетіп бара жатыр, менікінен қымбат машиналар. Аямаймын машиналарын. Менің көлігіме капотын салсаң керемет болайын деп тұр, бірақ маған жаңа машина алу керек, өйткені жаңа машинаға желание үріп жүр. БХМ, Мерседес па, немесе Феррари, бірақ Феррариға ақша жетпейді ғой. Генриға хабарласу керек, үлкен жарыстар бар ма деп, ақшасы көп. Бірақ ондай үлкен жарыстар қиын болады, сонда да көру керек енді осы машинаны конкретно тюнинг жасап.